Баршаңызға сәлем, менің құрметті көрермендерім, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен өте дәмді подлифте дайындалатын тефтелидің рецептін ұсынамын. Ең бірінші, ұнды осылай сковородкада жақсылап қыздырып, қызарғанша қуырып аламыз. Дайын болған ұнымызды бөлек ыдысқа салып қойып қоямыз. Бұл бізге қазір тефтелидің подливін жасау үшін қажет болады. Одан кейін пиязымызды алып, майдалап турап аламыз. Оны да бөлек ыдысқа салып қойып қоямыз. Енді сковородкамызды отқа қойып жақсылап қыздырып, күнбағыс майын құямыз аздап. Қызып тұрған табаға жаңағы турап алған пиязымызды салып, жақсылап қуырамыз. Табамыздың астын жай қойып, пиязды жақсылап қуырамыз. Әзірге пиязымыз қуырылғанша 2 штук помидорды осылай аздап қана бөліктерге бөлеміз, сыртын 4 бөлікке. Содан кейін қайнап тұрған ыстық су құямыз. Қайнап тұрған ыстық су құятын себебіміз біз мына сыртындағы қабықтарын алып тастауымыз қажет. Қайнаған суды құйғаннан кейін 10-15 минутқа осылай қалдыратын боламыз ыстық суда. Енді ыстық судан алып, помидорымыздың қабықтарынан тазартамыз. Міне осылай жақсылап тазартып алдық. Енді помидорымызды майда бөліктерге бөліп, блендерға саламыз. Енді осы помидорымызды блендерда жақсылап майдалап езіп аламыз. Осы аралықта біздің пиязымызды әдемі болып қуырылды. Енді жаңағы езіп алған біздің помидорымызды осының үстіне құямыз. Құйып болғаннан кейін дәміне қарай аздап тұз саламыз. Және де бұл қызанақ болғаннан кейін бұл сәл қышқылтым болады. Сол себепті мен аздап қант қостым. Сосын дәміне қарай паприка тұздығын саламыз. Және де аздап қара бұрыш себеміз. Енді жаңа алдын ала дайындап алған ұнымыздың үстіне араластыра отырып, біркелкі түйіршіктері қалмайтындай етіп су қосамыз. Енді жаңа біз дайындап алған ұн мен суымызды араластырылған осы подлифтің үстіне құйып, тағы да біркелкі болғанша араластыра отырып қайнатамыз. Подливіміз аздап қайнап дайын болды. Енді осылай тарелкаға құйып көреміз. Сол кезде қоюлығы шамамен осылай болу қажет. Енді біз тефтелидің етін дайындап алдық. Тартылған ет, менде сиыр еті, оның үстіне тұз. Және де мен күрішті алдын ала қайнаған суда аздап бұқтырып қойдым. Сол күрішімізді саламыз. Дәміне қарай тұз және де қара бұрышымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Енді дайын болған осы тефтелиімізді осылай қолмен жақсылап домалақтап, өзінің қалпына келтіріп, жаңағы подливіміздің үстіне саламыз. Және де барлығын салып болғаннан кейін подливті қайнатып, одан кейін астын жай қойып, орташа отта бетін жауып 20-30 минуттай пісіріп аламыз.
Мен тефтелидің қасына гарнир ретінде осындай картофельный пюре дайындап алдым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша осындай пюре қоссаңыздар да, немесе макарон салсаңыздар да болады. Енді пюреміздің қасына жаңағы біздің дайын болған тефтелиімізді саламыз. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің әрбір салған жаңа видеомды өткізіп алмас үшін арнаға тіркеліп алуды ұмытпаңыздар.